Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джейвис ұсынады. Еңсемнен, жел соқса да теңселмен. Қарағайға қарсы біткен бұтақ, бал таласаң да айырылма. Сыртым құрыш, жүзім болат. Тасқа салсаң да майырылма. Алдың ұямыз көпке ортақ болғанымен, қара шаңырақта кімнің отырғанын сіз бен біз анық білеміз. Ұлы даланы мекен еткен бабаларымыз бұл табиғаттың ажырамас бір бөлшегі екенін ой өрнегі арқылы айтып кеткендей. Қазақ жылқы мінезді. Бізде жылқы бар. Және жылқы тектес біз бармыз. Алатқа қонған қазақ. Алапат күшке ие екені әнбек аян. Алтынды ерткенмен жез болмайды, жібекті жуғанмен өз болмайды деген атам қазақ. Ал бұл феномен, ұлтымыздың тарихы, мызғымас тұғыры. Қара шаңырақты қасиет көріп, бөлініп шыққан отауға еншісін беретін ұлы даланың болмысы осындай еді. Қызығы сол өркениеттілер кентаврлардан өлердей қорқатын. Сақтардан да, ғұндардан да, үсіннен де, түркілерден де, ұлы қағанның қайыспас қолынан да, алтын ордадан да, Еділ мен Тоқтамыс, Керей Жәнібек пен Кенесарыдан да. Бұл әлбетте дала заңына бағынған тағылық табиғатының айқын көрінісі. Бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың. Бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың. Қазақтың жар салып мақтанбайтын бұл бір мінезі сенің де болмысың. Бұл да қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың. Бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың.